Ерте-ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Шалы бір күні кемпіріне: «Кемпір, қарным ашты, маған бауырсақ пісіріп берші» депті. Кемпір бауырсақ елеп пісіріп суытуға қойса, бауырсақ қашып кетіпті. Бауырсақ жол бойымен домалап келе жатса, қарсы алдынан қоян шығады. Сонда қоян бауырсаққа: «Бауырсақ, мен сені жеймін» депті. Бауырсақ оған былай дейді: «Жей көрме мені, қояным, ән айтып берем, тыңдағын» дейді. «Жарайды, ендеше айта ғой» дейді. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қоян, сенен құтылу қиын емес, бұл маған» дейді де қашып кетеді. Орманда домалап келе жатса, алдынан қасқыр шығады. «Бауырсақ, мен сені жеймін» дейді қасқыр. «Жей көрме, мен қасқыр, мен саған өлең айтып беремін» дейді. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым. Қасқыр, сенен құтылу қиын емес, бұл маған» дейді де қашып кетеді. Орманда домалап келе жатса, алдынан аю шығады. «Бауырсақ, мен сені жеймін» дейді аю. «Жей көрме мені, аю, мен саған өлең айтып беремін» дейді. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым. Қасқырдан да сытылдым. Аю, сенен құтылу қиын емес, бұл маған» дейді де қашып кетеді. Солай орманда домалап келе жатса, алдынан түлкі шығады. «Бауырсақ, мен сені жеймін» дейді түлкі. «Жей көрме мені, түлкі, мен саған өлең айтып беремін» дейді. «Атайдан да құтылдым, әжейден де сытылдым. Қояннан да құтылдым. Қасқырдан да сытылдым. Аюдан да құтылдым. Түлкі, сенен құтылу қиын емес, бұл маған» дейді. Сонда түлкі: «Құлағым нашар, естуші еді, тұмсығыма мініп айтып берші» дейді. Бауырсақ түлкінің тұмсығына мініп ән сала бастағанда, қу түлкі бауырсақты жеп қойды.